Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Биылғы сәуірден мопед айдаушылары жүргізуші куәлігі талап етіледі. 2025 жылдың 5 сәуірінен бастап мопедтер ресми түрде механикалық көліктерге теңестіріледі. Полиция KZ көлік туралы ретінде пайдалану үшін қандай шаралар қолдану керектігін еске салды. Полицияда тіркелу А1 және В санатында жүргізуші куәлігі, техникалық тексеру, азаматтық жауапкершілік сақтандыруының өте қажет болады. Тіркелу үшін тұрғылықты жері бойынша арнайы құжаттармен жүгіну қажет. Жеке куәлік, мопедтің техникалық құжаты немесе сипаттамалары. Кейін өтінішті толтырып, мопедті тексерістен өткізіп, қажетті мемлекеттік бағдарды төлеу керек. 5 сәуірден бастап тіркелмеген мопедтерді пайдалануға, жүргізуші куәлігінсіз жүруге тыйым салынады. Бұзушылықтарды болдырмау үшін мопедті алдын ала тіркеп, жүргізуші куәлігін алуды ұсынамыз, дейді аға инспектор Арай Төлегенқызы. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.